Қайырлы күн, сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Өте әдемі, дәмді, бір жасағаннан шығатын қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Ең алдымен суымызды құйып аламыз. Содан соң кішкене тұз, сосын дрожж саламыз кішкене. Сосын жақсылап қамыр илеп аламыз. Самсаның қамырын дайындап аламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдырамын. Жақсылап қамырымызды илеп дайындап аламыз. Қатты да емес, қатты жұмсақ та емес, орташа жұмсақтықта илеп аламыз қамырымызды. Осылай қамырымызды илеп, салафанға салып, біраз тындыруға қойып қоямыз. Тынған қамырымызды алып, 3 бөлікке бөліп, 3 зуала жасайтын боламыз. Сіздер қаласаңыздар, 2 бөлікке бөліп, 2 зуала жасасаңыздар да болады. Маған кіші зуаланы жаю ыңғайлы болғандықтан мен 3 бөлікке бөлдім. Сіздер үлкенде 2 зуала етіп жайсаңыздар да болады. Осылай майымызды жағып аламыз. Сосын үстіне 2 зуала қамырды жайып, оның үстіне де дәл осылай майымызды жағып шығатын боламыз. Зуаладан соң 3 зуаланы да дәл осылай жайып, оның үстіне де майды осылай жайып шығатын боламыз. жылқының іш майы және дәміне қарай
тұз, бұрыш, зіре қостым. Сіздер картошка қоспасаңыздар да болады. Қалаған майларыңызды қоса берулеріңізге болады. Құйрық май немесе қойдың іш майын қосуларыңызға болады. Фаршымыз дайын. Морозиліктен шығарған қамырымызды қалауыңызша үлкен немесе орташалау немесе үлкендеу етіп кесе берулеріңізге болады. Барлық қамырымызды осылай домалақ етіп жайып аламыз. Жайған қамырымыздың ішіне фарштарымызды әдемілеп салып түйіп шығатын боламыз. Түйіп шыққан самсаларымызды листке осылай орналастырып, жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Үстіне күнжітті жағып шығамын. Күнжітті ұнатпасаңыздар, күнжіт жақпасаңыздар да болады. Алдын ала қыздырылып қойған 200 градусты духовкамызға салатын боламыз. Духовкамызды 40-45 минут пісіріп аламыз. Самсаларымыз дайын болды. Өте әдемі қатпарлы болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер менің видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Назарларыңызға үлкен рахмет.